Сәлеметсіңдер ме? Менің атым Салтанат. Анам маған ақша жинайтын құтыны сыйға тартты. Және енді жаңа велосипедке ақша жинауыма болады деді. Кейде анам маған ақша беріп тұрады. Оларды дұрыс қолдануды үйренуім керек дейді. Мысалы, шоколад алғанша ақшаны ақша жинайтын құтыға салған дұрыс. Осылайша мен өзім қалаған нәрсеге ақша жинай аламын. Ақша жинауға тек ата-аналар ғана көмектеспейді. Шағын тапсырмаларды орындап, ол үшін ақы алуыңа болады. Оны міндетті түрде тамаққа немесе киноға жұмсаудың қажеті жоқ. Одан да ақша жинайтын құтыға салған дұрыс. Ақшаны кез келген нәрсеге жинауға болады. Бірақ нақты мақсатпен қаржылық жоспар болуы керек. Бір жаман әдеттен арылған жөн. Бұл жаман әдет ақшаны мақсатсыз жұмсай беруді тоқтату. Артық ақшаңыз болса, оны үнемдеген дұрыс. Мен велосипедке ақша жинадым. Енді үнемі осылай жасап отырамын деп шештім. Сатып алғым келетін әлі талай нәрсе бар. Ақшаны өте ұқыптап ұстау керек және жауапкершілікпен қарау керек. Сондықтан кез келген нәрсені сатып аларда жақсылап ойланыңыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.